Интернет арқылы зейнетақы қызметтеріне қол жеткізу. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларға өз табысын бақылап отырудың осындай артықшылықтарын ұсынады. Осы жылдың сәуір айынан бастап жеке зейнетақы жүйелерінің басы бірігіп, мемлекет қарамағына өткелі бері қандай өзгешіліктер болды. Тілші бейнематериалы. Жаңғырған жүйе туралы біз сұхбаттасқан жандар біршама хабардар болып шықты. Қартайғанда алатын қаржының көлемі көбісін толғандырмай қоймайды әрине. Дұрыстау болады деп ойлаймын енді. Біздің ақшамыздың несінен 10% көбейсе, бізге тиімді болады. Мемлекеттік деген. Ол енді өз несінен жақсы шығар, мемлекеттік болғаннан сенімді артады. Халықпен бірге көреміз да, не болады. Бұрында жекеде мұнай газ, жаңағы көп неде болдық қой. Мен бұрыннан государственный накопительный фондта бармын. Осы новый фонд ашылғаннан маған ешқандай өзгеріс жоқ. Қалай мен жинаған ақшам сол бұрынғы жерде жатыр. Мен ойынша ол негізі дұрыс шешім деп ойлаймын. Бәрі бір жерде бір қолға жинаған. Не үшін сол тәртіп болады. Қалай дегенмен де халық тайқазанға салынған табысқа сенім артып отыр. Ал біріккен қордың берері не болмақ? Ең негізгі артықшылық барлық салымшылар біздің қорда жинақталған, ол жаңағы соның бақылауын, қозғалысын, соның бәрін қадағалап отыруға үлкен мүмкіндік туғызады. Комиссиялық сыйақының 2 есеге азаю, кемуі. Бұрындары егерде инвестициялық табыстан алынатын комиссия 15%-ді құраса, қазір 7,5%-ға төмендеді. Қоңданған қордың мақсаты сол, салымшылардың сенімінен шығу. Сол үшін тырысады. Зейнетақы жүйесіне заманауи әдіс-тәсілдерді енгізіп, тіпті телефон арқылы табысыңды анықтаудың жолын ұсынып отыр. Біздің қызметтердің жан-жақты даму үстінде. Қазір жаңағы өңірлік желінің үлкен кең етек жайы ол өзінше бір бөлек әңгіме. Ал екіншіден жаңағы интернет арқылы үзінді көшірмені алу қолға алынып отыр. Көптеген жастар жағы енді сол тәсілді жақсы пайдаланып жүр. Ерікті, міндетті және кәсіптік зейнетақы жинақтарын тартудың нәтижесі жоқ емес. Қазіргі таңда 19 миллионнан астам жеке шот ашылып үлгерді. Жыл басынан бергі инвестициялық табыс 147,4 миллиард теңге болған. Сосын халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы да шот ашу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Қысқасы, салымдарымыз сенімді қолда. Нұрбек Амиша, Әлібек Әлиев, Гүлжан Айнабекова, Ағабек Қазанбай, Хабар.